Хаққа сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Шүбәсіз орнайтын хақ күннің не екенін білесің бе? Алла білдірмейінше ол хақ күннің не екенін қайдан білесің? Сәмуд пен ат қауымы да жер дүниені тып-типыл қылатын қиямет қайымға сенбеді. Қиямет қайымды жоққа шығарған үшін Сәмуд қауымы ақыры арты алапат зілзалаға ұласқан жан түршігерлік гүрілмен тып-типыл етілді. Ал ат қауымы болса, гүріл атқан құйынды дүлей дауылмен тып-типыл етілді. Алла оларға сол бір дүлей дауылдан 7 түн 8 күн бойы көз аштырмады. Егер сол арада болғаныңда, ол қауымды қураған құрма ағашының кеуек діңіндей әр жерде сұлап жатқанын көрер едің. Ал енді қазір солардың жұханасын, яғни солардан аман қалған жан баласын көре аласың ба? Перғауын да, одан бұрынғы көптеген қауымдар да, Лут қауымы жайлаған аст үстіне келтірілген елді мекендер де сол бір кешірілмес күнәдан, яғни күпірліктен, қияметті жоққа шығарудан көз ашпады. Мұнымен қоймай, олар Раббыларының елшісіне де қарсы келді. Ақыры Алла оларды бас салып оңдырмай жазалады. Расында Нұх пайғамбар заманында жер дүниені топан су басқанда сендерді, яғни сендердің иман айтқан ата-бабаларыңды буырқанған топан судың бетінде жүзген сенімді кемемен біз алып жүрген едік. Міне біз соны ұрпақтан ұрпаққа жететін ғибрат қылдық. Һәм ұққыш құлақтардың оған құлақ асып, жақсылап ұғып алуын қаладық. Кесімді мезгілі жетіп, сур бар күшпен үрленгенде, жер мен таулар түбімен қопарылып, бір-біріне қатты соқтығыстырылғаннан быт-шыты шыққанда, міне, болмай қалмайтын, алдын алу мүмкін болмаған ұлы уақиға, яғни қиямет қайым, сол күні орнайды. Сол күні аспан күмбезі шатынап айрылады да, семіп шөгіп кетеді. Ал періштелері көктің жиегінде болады. Сол күні күллі жаратылыстың үстінде Раббыңның аршын 8 періште көтеріп алып жүреді. Сол күні жауапқа тартылу үшін Алланың алдына келтірілесіңдер. Сөйтіп Алланың алдында бірде-бір жасырын сырларың болмайды. Нәтижеде кімнің амал дәптері оң жағынан берілсе, ол көңілі тасып, қане, келіңдер, оқыңдар, мінекей менің амал дәптерім. Шынтуайтында мен дүниеде істеген істерім жөнінде есеп беретініме имандай сенген едім дейді. Ол енді көңіліне өте ұнайтын, мәңгілік бақытты өмірге қадам басады. Сондай ғаламат жәннат бақшасында мәуелеген мейуалары қол жетім жерде тұрады. Онда оларға былай деп үн қатылады. Өткен күндерде істеп осы жерге жолдаған игі де сауапты істеріңнің қарым ретінде тәбетпен ішіңдер жеңдер ас болсын. Ал амал дәптері сол жағынан берілгенге келсек, былай деп ақырады. Әттең, маған амал дәптерім берілмей-ақ қойғанда ғой, есебім жайлы да еш нәрсе білмегенімде ғой. Шіркін, өліммен бірге бәрі бітсе болар еді. Байлығымның маған титтей де пайдасы тимеді. Бар пәрменім мен билігімде ғайып болды. Содан Алла азап періштелеріне былай деп пәрмен қылады. Оны ұстаңдар да бірден кісендеңдер. Содан кейін оны жалын атқан жаһаннамға тастаңдар. Содан соң ұзындығы 70 аршын шынжырмен матаңдар да сол күйінде жаһаннамға тастаңдар. Өйткені ол ұлық Аллаға сенбейтін еді. Һәм өзі сараң болғанымен қоймай, өзгені де пақыр міскінді тамақтандыруға құлшындырмайтын еді. Нәтижеде, бүгін бұл жерде оның жан досы болмайды. Іріңнен басқа ішер асы да болмайды. Оны күпірлік, Аллаға серік қосу, зұлымдық сынды кешірілмес күнәға батқан күнәһарлардан басқа ешкім жемейді. Жоқ, көріп жүрген нәрселеріңе серт, һәм көре алмайтын нәрселеріңе серт.
Шүбәсіз ол қасиетті Құран. Аса ардақты елшінің жеткізген сөзі. Ол шайырдың сөзі емес. Сендердің иман етуге деген пейілдерің неткен болмашы еді. Ол көріп келдің де сөз емес. Ой таразыларың неткен жұтаң еді. Ол күллі әлемнің Раббысынан бірте-бірте түсіп жатқан кітап. Егер ол елші кейбір сөздерді өз ойынан шығарып, бізге таңған болса, шүбәсіз оны бас салып, содан кейін күре тамырын қияр едік. Араларыңнан ешкім бұған кедергі болып, оны арашалап қала алмас еді. Сондай-ақ Құран тақуа жандарға жөн сілтейтін теңдессіз жолбасшы. Араларыңда оған сенбейтіндердің бар екенін анық білеміз. Алайда сол Құран қиямет күні кәпірлер үшін өкініш себебі болады. Шүбәсіз ол берген әрбір мәліметінде ақиқат екендігінде титтей де күмән болмаған хақ кітап. Уа ардақты пайғамбар, ұлық Раббыңның есімін ұлықта, яғни Раббыңның мінсіз екенін жар сал.